Қайырлы күн қымбатты достар, замандас оқырмандар, қадірлі игі жақсылар. Біз бүгін арнайы Алматы қаласына келіп қалдық. Бүгін Алматы қаласында кітап күні, қала күні, қаланың көрікті жерлерінің бірі Арбатта ақын Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, жастар сыйлығының иегері Әлібек Шегебай ағамызбен дидарласып тұрмыз. Әлібек аға, өзіңізді көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет. Жалпы бүгінгі күн жайында бір ауыз сөзіңізді айтсаңыз. Иә, мынау біздің Алматы қаласында әр жыл сайын осы қала күніне орай осы бір шара бірнеше жылдың көлемінде осы дәстүрлі түрде өтіп келеді. Бұл кітап фест деген осы күні біздің Алматының ең көрікті жері Арбатта. Бүкіл осы Алматыдағы, жалпы Қазақстандағы десек те болады, баспалар өздерінің өнімдерін әкеліп осы жерде халыққа ұсынады және насихаттайды. Соның аясында осы жерде біздің алматылық қаламгерлердің өздерінің осы елмен, жұртпен ашық алаң аясында дейміз, мынау шығармашылық өздерінің бар шығармашылық жұмыстарының жазылу барысымен және осы жазып жатқан дүниелер болмаса шыққан дүниелерімен осы халықты таныстырып, кездесіп, сұрақ жауап, сондай әдемі пікірталастар өткізіп жатады. Міне сондай бүгін, яғни қыркүйек айының 20-сы, 21 күндері сондай бір ғажап неге тура келіп тұр. Алла қаласа сол біздің қазір сондай шараның біріне бүгінгі сағат 12-ге мені де белгілі екен. Біздің мына Алматы қалалық кітапханалар жүйесі ұйымдастырып отқан дүниені. Қазір сол халықпен кездесеміз, сырласамыз, ойымызды ол кісілердің қоятын сауалдары болса соған жауап беріп, және сол жерде мына биыл ғана ұлы Абайдың 180 жылдығына орай жарыққа шыққан мына 45 қара сөздің мен өлең нұсқасын айналдырдым. Сол кітап болып шықты, қара сөз қара өлеңге айналғанда деген. Енді жалпы оқырмандар танысып жатыр, әлі көпшіліктің қолына да тие қойған жоқ дегенмен, бүгін соның орайы келіп тұр. Осы жерде елдің алдында, мына оқырманның алдында тұсауын кессек деген ниетіміз бар. Өте күшті, өте керемет екен. Жалпы шығармашылығыңызға шабыт тілейміз. Сол 45 қара сөз қара өлеңге айналғанда жазылуы қайдан ой пайда болды? Не түрткі болды? Осы жайында да біздің Шымкент қалалық арнайы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхананың оқырмандарына да айтып өтсеңіз. Иә, бұл сұрақ маған жиі қойылады. Бұл ой қайдан келді? Мынау бір керемет адамның, көп адамның ойына келмеген дүниені алып шығыпсың деп. Енді бір қызығы, мен енді әуел Алладан деймін. Біріншіден, шынында бұл енді осы уақытқа дейін біздің қазақ әдебиетінде қаншама қаламгерлеріміз өтті, дүниеден өткені бар. Қазір де мына көзі тірі қаншама біздің әдебиеттің алыптары жүр ғой. Дегенмен бірақ осы дүниеге мен енді бір жылдай ойланып жүрдім. Бұл ой келді маған, мына әсіресе біздің жыл сайын республикалық деңгейде Абай оқулары өтіп жатады. Мен сондай бір шараның біреуіне қатысқаным бар еді. Әділқазылар құрамында болды. Сол кезде мен бір нәрсені байқадым. Балалар, біздің мектеп оқушылары қара сөзді жаттап алған. Бірақ оқу барысында соның мағынасын аса осы түсінбегендігі көрініп қалады. Енді олардың жады жас болғаннан кейін есте сақтау қабілеті жақсы болған кейін олар әрине жаттап алады, бірақ оқу барысында соның бір тереңдеп кіре алмағандығы және сол мағынасына аса бір ене алмағандығы көрініп тұрады. Содан кейін былай ойладым, неге осы балаларға және жастарға, жалпы оқырманға, жалпы Абайды түсіну күрделі деп жатамыз. Абайдың 40-45 қара сөзін оқуды, оның жаңағы қаншама оның ішінде жаңағы араб, парсы, шағатай тіліндегі қаншама сөздер бар. Әсіресе мынау 38 қара сөз тіпті бөлек дүние. Сол себептен сондай бір ой келді. Осыны өлең түрімен
өйткені өлең біздің табиғатымызға жақын ғой қазақ халқының. Өйткені Абайдың өзі айтады, дүние туғанда дүниесі өлеңмен ашып, жер қойнына өлеңмен кірер денең дейтін. Сол сияқты біз барлық нәрсені өлең қалпында өте тез қабылдаймыз және тез сақталады біздің жадымызда. Осы ой келді, бірақ мен енді бір жылдай ойланып жүрдім, бұл қалай болады? Енді үлкен ұлы дүниені оған бару бар да, оны алып шығу бар. Осы жағынан қалай болады, өз деңгейінде алып шыға аламын ба? Мынау 45 қара сөздің мәнін, маңызын, өзінің қалпын бұзбай алып шығу деген дүние көп мені жаңа ойландырды. Сол бір кейбір әдебиеттегі ағаларымызға айтып көрген, жай ғана сұрастырып, осы қалай болады деп. Мынау керемет дүние екен деді. Бірақ ол кісілердің ескертуі енді оны алып шығу бар өз деңгейінде деген сияқты. Сонымен айналып келгенде сол бір жылдай ойланып жүрдім да, 2020 жылы өздеріңіз білесіздер, бүкіл Қазақстан, бүкіл әлемде мынау пандемия кезі болып жатты, халықтың бәрі үрейде, үйге қамалды деген сияқты. Сол кезде бұл маған бір төгіліп шықты, алғашқы қара сөздің жаңағы қара өлеңге айналған нұсқалары жазыла бастады. Сол не керек? Мынау 5 жылға созылды. Өйткені оны жазып мен көпшілігін жазып болдым, бірақ мынау 38-ші қара сөзге келгенде көп тұрып қалдым. Өйткені оның мен мынау біздің дінтанушы, теолог және шығыстанушы азаматтармен хабарласып отырып, оның ішіндегі кейбір сөздердің мағынасын, мәнін толық беру үшін және соны өзім толық түсіну алу керек болды біріншіден, және соны солай және формасы да бөлекше болды мына басқаларына қарағанда бұның жазылу формасы. Сол себептен биыл Құдай қаласа мына сол Алла сәтін салып 180 жылдық Абайдың 180 жылдығына орай кітап болып қара сөз қара өлеңге айналғанда деген атпен жарық көрді. Қазір мына оқырмандардың қолына енді тиіп жатыр енді. Бүгін қазір соның тұсауын кесеміз және сол жерде сол кітап жайлы оқырмандармен әңгіме ортаға саламыз, ойымызды, пікірімізді. Бұл кітап біздің Шымкент қалалық арнайы кітапхананың оқырмандарына да жетеді деп сенеміз. Алла қаласа шығармашылығыңызға шабыт тілейміз, деніңізге саулық, басыңызға амандық тілейміз аға. Жазарыңыз сарқылмасын. Енді мына сөз соңында біздің арнайы кітапхана оқырмандарына өзіңіздің жүректен туған бір жас шумақтарыңыздан болса. Иә, мен мынау енді Шымкент қалалық кітапханалары мен үшін ыстық, ол жерлерде болғам, және мынау жыл сайын осы Шымкент қаласы мен біздің Түркістан облысында да түрлі әдеби шаралар өтіп жатады. Биыл ғана мысал үшін біздің мына менің замандастарым Бекжан Әшірбаев, Бақытжан Алдияр және Мұқағали Кенжетайұлы сияқты бауырларымызбен бірге біздердің мынау жылдың ақындары, жылдың қаламгерлері деген үлкен акциямен түрлі өңірлерде, мынау аудан, облыс орталықтарында, қалада осы біздің шығармашылығымызға арналған кештер, шығармашылық өтіп жатқанынан хабардармыз. Міне осы орайды пайдаланып мен сол Шымкент қаласына да және Шымкент қалалық мынау мәдениет басқармасының басшылары бар және кітапханалар жүйесі бар, солардың басшыларына, солардың ішінде қызметкерлерге, облыстық кітапханашыларға және басқа да осының төңірегінде, осы шаралардың төңірегінде жүрген азаматтардың бәріне бір алғысымды айтқым келеді. Ал енді бөтен емеспіз, өзіміз де сол топырақтың перзентіміз. Осы жаққа сол арман арқалап кезінде осы әйтеуір әдебиетте, оның ішінде осы өлеңді мына Алланың берген алдымен бұл бір қасиеті ғой енді, ақындық. Осыны барынша осы жақта тіршілік жасап дейміз ба, әдебиетке қызмет етіп жатқан жағдай бар қалай болғанда да. Ал енді мынау өлең сұрап тұрсың ғой бауырым Ербек, мен осы жерде бір сағыныш деген өлеңді оқиын. Бұл жадымда әрдайым жүреді, өйткені бұл сағыныш адамның бәрінде бар деп ойлаймын, кез келген адамның бәрінде. Сол себептен осы өлеңді
оқырмандарымызға тарту етейік. Арыда бері сабылып, таппай-ақ қойдым біремін, ауылымды сағынып. Ауырып жүр жүрегім, арманым ұзақ жол берді, құласам нардан құлайын, жаныма ыстық сол жерді, сағынбай қалай тұрайын. Тәңірім қойса табынтып, тірлігім солай тамсантты, саралап елдер сағынтып, ағадырлар аңсатты. Ойымда ылғи жүреді, ұмытам қалай әдемім, көкбелге ғашық жүрегі, көктемде туған жан едім. Жасықтығымды жат көрер, тәубелеп жүрер таң сайын, баталарымен бақ берер аталарымды аңсаймын. Сапарлар ғана түйіспек, бақытты етіп жаяуды, маңдайдан сүйер иіскеп, әжелерім бар аяулы, адалдық сеуіп арыма, жырларым менен жылытам, тілеулес болған бағыма, бауырды қалай ұмытам. Түсіпті дейсің кім көктен, тіршілік мұңы басқа мұң, бала күніміз бір өткен, бар онда менің достарым. Көрсем деп биік мұратын, көзінің жасын сан үзді, түсінде көріп шығатын атанам бар жан ізге. Аңсамас тәтті шағын кім, таусылмас жұмыр баста мұң. Сендерді де сағындым қарлығаш, қарындастарым, сабырым қанша дем берді, әлі де талай шыдармын, сағыну үшін сендерді алыстап кеткен шығарым. Рахмет аға, әрдайым аман болыңыз, әдебиетке адал қызмет етіп, әдебиеттің әлеуетін асқақтатып, шығармаларыңыз шар тарапқа жайыла берсін деген ізгі тілекті жолдаймыз. Біз әрдайым сіздің шығармашылығыңызға тілеулеспіз, жақсылық тілейміз. Рахмет сіздерге де рахмет. Қадірлі оқырман, бүгін ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан жастар сыйлығының иегері Әлібек Шегебай ағамызбен болған бір ауыз сөзден сіздерге сәлем жолдаймыз. Жақсылықта, амандықта болайық. Ана көбісі сөйтіп не қылады, ана жастар одағы деп, мен халықаралық алаш сыйлығында бар ғой. Оны естпей қалдым мен.